Кингстайл арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз сіздерге актер Сильвестр Сталлоненің таңғажайып және шабыттандыратын табыс тарихы және оның армандарын қалай жүзеге асырғаны туралы айтып береміз. Осы қызықты оқиғаға тереңірек үңілейік. Бүгінгі біздің бөлісейін деп жатқан оқиға сияқты шабыттандыратын әңгімелер сіздің өміріңізге деген көзқарасыңызды өзгерте алады. Бірақ бейнелеріміз сізді шабыттандыра беру үшін бізге сіздің қолдауыңыз қажет. Бізге қолдау көрсету және басқаларға осы оқиғаны табуға көмектесу үшін осы бейнеге лайк басыңыз. Біздің арнаға жазылуды және барлық жаңа бейнелерден хабардар болу үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Енді Сильвестр Сталлоненің басты табыс тарихына көшейік. 1970 жылдары Сильвестр Сталлоне актерлік мансабын бастау үшін Нью-Йоркке келді. Оның өмірі Голливудта жарқыраудан алыс болды. Сталлоне өзінің күндерін кедейшілікте өткізді және көптеген бас тартуларға тап болды. Бірақ оның шешімділігі мен актерлік құштарлығы мызғымас еді. Сильвестр Сталлоненің әңгімесіндегі ең әсерлі сәттердің бірі оның итін сату туралы шешім болды. 1971 жылы 25 жастағы жігіт әлі де ізденімпаз және өте сәтті емес актер болды. Ол қарапайым жұмыстарды жасады. Сильвестр театрда немесе телехикаяларда шағын рөлдерді алды, бірақ тұрақты табысы болған жоқ. Сталлоне ол кезде оның тек қана шалбары мен саңылау туфлиі болғанын мойындады. Бір күні актердің жеке қаржылық дағдарысы болғаны соншалық, ақшасы тамақ сатып алуға да жетпей қалды. Ал актер тым болмаса тоңазытқышты бір нәрсеге толтыру үшін ол кезде күшік болған Баткус есімді итін $50 сатуға мәжбүр болды. Бұл шешім Слай үшін өте қиын болды, себебі оның сол қиын кезеңдегі ең адал досы иті болған еді. Кейінгі сөздерінде Сильвестр, ол менің көңіл күйіме шыдады және мені мен сияқты жақсы көретін жалғыз тірі жаратылыс болды деп ағынан жарылды. Дегенмен Сталлоне берілмеді. Ол арман үшін күресуді жалғастырып сценарийлер жазды. 1976 жылы ол Роккиге сценарий жазды. Бұл сәт оның өміріндегі бетбұрыс болды. Сталлоне Роккиге сценарий жазған кезде ол әлі де мүлдем беймәлім актер және жазушы болатын. Оның сценарийі оның қымбат баласы болды, бірақ ол идеяны студияларға сатуға тырысқанда керемет қиындықтарға тап болды. Роккидің сценарийі дәстүрлі емес және үлкен өзгерістерді қажет етті. Студиялар сценарийді сатып алуға дайын болды, бірақ оның рөлінсіз. Олар қомақты ақша ұсынса да Сталлоне келіспеді. Ол сценарийді тек басты рөлді ойнауға мүмкіндік беру шартымен ғана сатуға бел буды. Міне, нағыз сынақтар осы уақытта басталды. Сталлоне сөзбе-сөз кедейлік шегінде болды. Ол өзін және отбасын асырау үшін жеке заттарын сатуға мәжбүр болды. Уақыт өте ұсыныстар азайып кетті. Дегенмен Сталлоне берілмеді. Оның төзімділігі мен табандылығы керемет болды. Осы уақытта Роккидегі рөліне физикалық дайындық оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Ол өз рөлінің шынайылығы мен сенімділігін жеткізе алу үшін қарқынды жаттықты. Ол өзінің физикалық мықтылығы мен бұлшықеттерін дамыту үшін өте көп жұмыс істеді. Жаттығу өте қарқынды болды және Сталлоне өзінің жауынгерлік дағдыларын жетілдіру үшін бокс жаттықтырушыларымен жиі жұмыс істеді. Тамақтану да оның дайындығының маңызды бөлігі болды. Сталлоне бұлшықет массасын және физикалық төзімділігін сақтау үшін жоғары ақуызды және көптеген көкөністерді қамтитын қатаң диетаны ұстанды. Ақырында көптеген бас тартулар мен табанды келіссөздерден кейін студия оған мүмкіндік беруге келісті. Сильвестр сценарийді өте аз ақшаға сатты, бірақ ол фильмде басты рөлді ойнауға мүмкіндік алды. Фильмнің бюджеті өте шектеулі болды, сонда да Сталлоне бар күші мен талантын Роккиді жарыққа шығаруға жұмсады. Ол басты рөлді ойнап қана қоймай, сценарий жазып, тіпті каскадерлік көріністердің көбін өзі атқарды. Нәтижесінде Рокки фильмі керемет табысты болды. Бұл фильм Сталлонеге дүниежүзілік даңқ әкелді және үздік фильм номинациясында Оскар алды. Сталлоне мега жұлдыз болып, Голливудтағы ең танымал актерлердің біріне айналды. Сонымен, Сталлоне итін қалай қайтарды? Ол Баткусты қайта сатып ала алды ма? Рокки сәтті шыққаннан кейін Сильвестр Сталлоне итті сатып алу үшін оны сатқан жерге оралды. Бірақ жаңа қожайыны Сильвестр Баткустың қаншалықты қымбат екенін түсініп, оған керемет баға сұрады. $15,000.
Сталлоне ойланбастан төледі және кейінірек әр төленген цент оған тұрарлық деп мойындады. Рокки фильмі нағыз хитке айналып 3 Оскар алды. Ал Слай мен Баттус иттің өліміне дейін ажырамас дос болды. Сильвестр Сталлоненің табысқа жетуіне не себеп болды? Оған табысқа жетуге көмектескен кейбір негізгі дағдыларды қарастырайық. Төзімділік. Төзімділік бәрі үмітсіз болып көрінсе де, қиындықтарға қарсы тұра алу. Сталлоне бұл шеберлікті Нью-Йорктегі кедейлік күндерін бастан өткеріп, рөлдерден құр қалып көшеде өмір сүрген кезде көрсетті. Көптеген адамдар оның ұмтылысы үмітсіз деп ойласа да, ол актер болу арманынан бас тартқан жоқ. Адал болу. Армандарыңыз бен мақсаттарыңызға адалдық бұл барлық кедергілерге қарамастан оларға жету жолында жұмыс істей білу. Сильвестр Сталлоне әрқашан актер болу арманына адал болды. Адамдар одан бас тартқан кездерде де күресіп, шеберлігін шыңдап, сценарий жазуды жалғастырды. Бұл адалдық оған Роккиді жарыққа шығаруға көмектесті. Бұл оның серпілісіне айналды. Шешімділік. Шешімділік қиын шешімдер қабылдау және қиындықтарға тап болған кезде де әрекет ете білу қабілеті. Сталлоне аман қалу үшін итін сату туралы шешім қабылдады және бұл оның өміріндегі ең қиын шешімдердің бірі болды. Ол сондай-ақ басты рөлге кепілдік алмайынша сценарийді сатудан бас тартып өзінің Рокки жобасы үшін қатты күресті. Шығармашылық ойлау. Шығармашылық ойлау инновациялық шешімдерді табу және басқалар тек кедергілер көретін жерде мүмкіндіктерді таба білу қабілеті. Роккиге сценарий жазу Сталлоненің шығармашылық ойлауының тамаша үлгісі болып табылады. Ол үлкен бюджетсіз де миллиондаған көрермендердің жүрегін қозғайтын оқиға жасай алды. Тәртіп. Тәртіп бұл көп жұмыс істеу және жоспарларыңыз бен мақсаттарыңызға берік болу. Сталлоне қиын уақыттарда да актерлік шеберлігі мен жазуымен көп жұмыс істеуді жалғастырды. Ол арманына берік болып шеберлігін шыңдай түсті. Сонымен, Сильвестр Сталлоне бұл дағдыларды өз өмірінде көрсетіп, оларды табысқа жету құралына айналдырды. Оның тарихы бұл дағдылар қиындықтарды жеңуге және ерекше нәтижелерге жетуге қалай көмектесетінін шабыттандыратын мысал болып табылады. Сильвестр Сталлоненің табыс тарихы бізді шабыттандырады және ең қиын сәттерде де, егер біз берілмей, күресуді жалғастырсақ, армандарымызға қол жеткізе алатынымызды еске салады. Біздің мақсаттарымыз қымбат болуы мүмкін, бірақ егер бізде табандылық, адалдық, шешімділік, шығармашылық ойлау және тәртіп болса, бізді ештеңе тоқтата алмайды. Егер сіз Сталлоненің хикаясынан шабыт алған болсаңыз, осымен тоқтап қалмаңыз. Біздің арнаға қосылыңыз. Апта сайынғы шабыт, табыс тарихы және өзін-өзі дамыту бойынша практикалық кеңестер алыңыз. Бірде-бір қызықты бейнені жіберіп алмау үшін жазылу түймесін басыңыз. Біз бірге биік белестерді бағындырамыз. Қолдау көрсеткеніңізге рахмет.